Достар, мен бүгін өзімнің оқиғамды айтамын. Және менің атым Маша. Мен 40 жастағы бір балаға ғашық болған болатын. Және мен бір балаға ғашық болдым. Мен тек кіттай адамдарға емес, және үлкен адамдарға ғашық болдым. Менің бір сүйген жігітім болған, бірақ ол басқа қалада болған соң, мен басқа жігіттерді іздедім. Мен өзімнен кіттай жігіттерді қаламадым. Үлкен, және менен үлкен 3-4 жас, 8 жас кіттай адамдарды қаладым. Және мен 40 жастағы адамды сүйіп қалған болатын, бірақ соңында өкіндім. Мен кафеде отқан кезде құрбыммен сөйлестім. Және бір жігіттер бізге келді. Біз бірақ қабылдамадық. Сол кезде бізге бір 40 жастағы адам келді. Ол менен үлкен болатын. Және ол менен көп жас үлкен болды. Мен оған ғашық болып қалған сияқтымын. Және екеуміз мен мас болып қалдым. Және мен оған ғашық болдым. Онымен көптеген әңгімелер сөйлестік. Оның күшті машинасы болды. Ол бізді отырғызып, менің құрбымды үйіне дейін жеткізіп апарды. Және мені кейін апарам деді. Екеуміз оңаша сөйлесу үшін. Және оны апарды. Біз екеуміз оңаша сөйлестік. Және өзіміз туралы бір-бірімізге айттық. Және мен оған сұрақтар қоя бастадым. Ол жауап берді. Екеуміз қыдырдық, күшті жерлерге бардық. Мені қыдыртты, заттар алып берді. Екеуміз бірге жүрдік. Мен өзімді бақытты сезіндім, бірақ ата-анам біліп қоймас үшін оған айтпадым. Мен оны білсе, маған қатты айқайлап жанжал құратын шығар дедім. Біз онымен сөйлескен жоқпыз, телефонмен біраз уақытта сөйлестік. Және ол маған гүл, күшті гүлдер, күшті заттар алып береді. Және біз кафеге баратынбыз, маған киім, көйлектер, алтын сақиналар. Қыс болды. Және қыс болғанда біз онымен телефонмен сөйлестім. Ол жауап бермеді, бірақ ол алмайды трубкасын. Біз оған қайта звондадым. Мен ішім қатты ауыра бастады, қайта құстым. Және ата-анам больницаға жүр деді. Және мен барып келгенде мен жүкті болып шықтым. Ата-анам менен бірден сұрай бастады. Мен оған түк демесем де, мен бірақ ашулы болдым. Және олар маған қатты ұрысты. Мен түк айтпадым. Мен оны түрмеге қамаған келді, бірақ мен оны сүйемін ғой деп ойладым. Және мен онымен сөйлестім. Кездесейік, мен үйінің алдына кел деген кезде машинасымен келді. Және мен оған барлығын айттым. Сен неге маған жауап бермедің? Неге сен мені сүймейсің ба деп сұрадым. Және ол маған былай айтты. Менің 2 балам бар. Және менің қызым бар. Маған кітаптар ұнамайды деп айтқан болады. Оның 2 қызы бар екен. Мен жылап үйге кетіп қалдым. Және мен қатты ашулап алдым. Сіздер де осындай адамдарға алданып қалмаңыздар. Оны мен сосын удалить етіп жібердім. Және ондай адамдарға алдануға болмайды. Мен қазір жігітім бар. Ол күшті. Ол маған ондай заттар алып бермесе де, бірақ адал. Ал осымен видео аяқталды. Пока. Сіздермен болған қазақ бро арнасы.